Бірінші үлгі бейнесюжетті қарай отырып, мен жаңағы жәрмеңкені саудаласып жатқанын көрдім, және де жерде бана қазынемен жәрмеңкені туралы айтылды, ол жерде өйткені аяқта адамдар саудаласып көптеген тауарларды сатып тұрды, кілемдер және бір сөз айтты ғой, қандай сөз айтты? Мен байқағаным осы видеода ол жерде жәрмеңкеде, яғни басқа елдерде адамдар болды, мен байқадым. Жоқ, түсіндік, жәрмеңке туралы бейнематериал, иә? Жалпы бұның жәрмеңке екендігі қайдан түсіндіңіздер? Осы видеода бейнематериалда жәрмеңке туралы айтылған, яғни жәрмеңке ол сауда-саттық орны. Және де осы жәрмеңке тек қана сауда-саттық орны емес, және де осы жәрмеңкеде адамдар күйшілер айтысқан, және де сал-серілер де айтысқан, және де көптеген адамдар, яғни бір-бірімен күрескен. Жақсы, Қасым Тоқтар, Зарина. Яғни жаңа түсінгендей бойынша үшке бөлінген болатын топқа, сол топқа атаулар. Яғни басы несиесі бұны атаулар солғандығын тұрғысыздар. Екінші мемлекалық назар аударамыз. Капиталистік қатынастар жәрмеңкелік сауданың дамуына елеулі әсер етті. Ресей капиталы өлкенің ең алыс жерлеріне де еніп, жергілікті мал шаруашылығын Ресейдің, Орта Азияның, Батыс Еуропаның сауда нарығымен тығыз байланыстыра түсті. Жәрмеңкелік сауданың дамуымен сатылатын малдың құрамы да өзгеріске ұшырады. Орыс көпестерінің сатып алатыны басында жылқы болса, кейін мүйізді ірі қара сиыр малына сұраныс артты. Атақты жәрмеңкелер қайда орналасқан? 19 ғасырдың екінші жартысында Баға оқушылар, яғни жаңа үлкен сомасына қосылған оқушыларға балдарды қойып отырамыз. Оқушылардың аты жөнін жазып, Екмен қош келесің. Керуендерден басқа керуендерден Мақұрылы 5 Қазір шаяқтың не сатылған?
Жақсы, олай болса, жинақталамыз, ұялы телефонды саламыз. Мен сіздерге бағалауға жаңа монеталар берген болатын. Әрбір тапсырманы орталығынан қане санап тиістесіз. Кімдер көргендер? Қай топта монета? Жиырма. Екінші топ. 17, үшінші топ. 18, яғни бізде бірінші топ жеңімпаздар сабаққа өте жақсы қатысқан топ болып келеді. Енді сіздерге келесі тапсырма. Егер тапсырма қазіргі жәрмеңкемен жалпы 19 ғасырдағы жәрмеңкені үйден салыстыра алып келесіз.